жақсы жаққа. Өйткені әрбір эфир той ғой, білесіздер ғой. Так, тағы да кіріп жатыр профессорларды кіргізейік. Бүгін нормально что-то. Тфай деп қояйын. Бүгін кәдімгідей тіріліп жатыр ғой группа. Құдайға шүкір. Ал, кеттік ал. 13th variant, 13-ші вариант бастаймыз. The exam wasn't as we expected дейді. Так, былай болсын. Мына жерде ойбай, мен қолға кеттім ғой. Мынандай бір не болмай қалады ше. Ойдағыдай болмай қалады да, в общем. The exam wasn't as we expected. Енді қараңыздар. Мына жерде біз мынау as деген нәрсені қарап отырмыз да. Сол as деген нәрсені көреміз да, біз бірден be жауабына көшеміз. Яғни, былай болсын. Егер де мынау болымды болып келген кезде, мысалға was болып келген кезде, wasn't деген орнына, сол кезде біздің be вариантымызда бәлкім as easy деген жауап болатын еді. Түсіндіңіздер ма? As easy деген жауап болатын еді біздің be жауабымызда. Неге? Өйткені болымды түрде келгендіктен. Ана жерде болымсыз түрде келгендіктен біз не істедік? So easy as we expected болып тұр ғой. Сол себепті мына жерде be жауабын береміз. Түсіндіңіздер ғой? В общем, жалпы қандай да бір сын есім тұрады. Соның бір бетінде as тұрса, оның екінші бетінде as тұрады. Түсіндіңіз ба? Немесе сын есім келді, сын есім құр өзі көрдіңіз ба, easy деп тұр, онда оның бір бетінде so, немесе бір бетінде as келеді. Бірақ мен сізге практика бойынша айтайын, көп жағдайда негатив сентенста, болымсыз түрде көбінесе келеді. Болымсыз түрде. Түсіндіңіздер ғой? Болымсыз түрде so as болып келеді, болымсыз түрде as болып келеді. Ал енді екінші сұраққа көшеміз. Because they have moved away, they hardly go to the beach. Енді бүйтеміз. Мына жерде ешқандай мынау мына неге қарап керек емес, қалай айтса болады. Ешқандай бір мына жерге бір анау have moved деп қойыпты, мына жерге present perfect болып тұр, мына жақ неге go деп тұр деген сияқты бас қатыратын нәрседен аулақ болыңыздаршы. Бір дәл осы жерде бір масқара бір профессор болмай қойыңыздар ешқайсыларыңыз. Сіз просто бұл жерде не істейсіз? Мынау hardly деген сөзге қарайсыз. Так, hardly деп тұр. Не үшін тұр ол? Жәленде тұрған жоқ. Значит, оның қосымды жанында тұратын ever тұрады. Енді hardly ever деген сөз неғып тұр десеңіз, бұл екеуі бірігіп өте сирек деген мағына білдіреді болды. Осылай билей саласыз. Түсіндіңіздер ма? Өте сирек деген мағына білдіреді. Ал енді келесі үшінші сұраққа көшеміз. Жазып алдыңыздар ма? Please remember, traffic, Britain keeps the left дейді. Енді қараңыз. Britain дегеніміз бізде елді мекен атауы. Астана болсын, Алматы, Britain, Казахстан болсын, біз не қоямыз? In қоямыз. Яғни бізде фаворит екі вариант. A және D варианттар фаворит болып тұр. Мен B мен C варианттарын сызып тастаймын. Енді не қалады бізде? On the left бола ма әлде to the left бола ма? Енді саспаймыз, асықпаймыз. Бүйтіп аласыздар. Так, ойланасыз. Бұл сіздің ұбытыңыз. Ұбыты деген ойлану үшін берілген. Асығып белгілеу үшін берілмеген сіздерге. Ойлану үшін берілген. Білімдеріңізді еске салу, түсіріп алу үшін берілген сіздерге. Енді on the left дегенді көріп аласыз. Так, on the left деген сөздің мағынасы бұл сол жақта болады. Сол жақта. Сол жағында деген сияқты ғой. Яғни бұл on the left, on the right деп айтуы үшін сіздің объектіңіз деп айтайыншы, қозғалмайтын объект болу керек. Мысалға айтасың да, шықтың, дүкен қақта деп айтады да. On the right дейді, оң жағында дейді. Қозғалмайтын объект тұр ол. Немесе сенен сұрайды, сен қақтасың дейсің. Айтады, мен мына ненің базардың сол жағындамын дейді. Ол да сондай I'm on bazaar's left side деді мысалға. Сонда мына жерде бізде енді Британияда трафик, яғни көлік қозғалысы сол жақпен болады деп тұр. Бұл жерде көрдіңіз ба, не болып тұр? Әрекет болып жатыр, әрекет жүріп жатыр. Сондықтан сіз не істейсіз? Бұған to қоямын дейсіз. To the left деп айтасыз. Түсіндіңіз ба? On the left, on the right болу үшін объект қозғалыссыз болу керек. Жылжымайтын мүлік дейміз ғой, жылжымайтын болу керек. Ал сен мынау трафик, адам жылжитын болғандықтан біз не to қоя береміз. Жақсы? Так, үш сұрақ түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай төртінші сұраққа көше беремін. Сұрақтарыңыз болса, бірден қойып қоя беріңіздер. Так, өшіріп тастайық мынаны. Аяш кірді ғой.
Kеттік ал. Fourth question. Choose the correct variant of sentence in direct speech. Can you come tomorrow? Білесіздер, indirect speech'ta can деген бізде could'ке алмасатынын білесіз. Менен жақсы. Одан кейін you дегеннің айға алмасатынын білесіз менен жақсы. Иә? Және де мынау бізде general question болып тұр. General question. Енді сіз осы жерде нені еске түсіресіз? General question'да reported speech қалай жасалынады? Reported speech жасалған кезде міндетті түрде алдында if жүреді, немесе whether жүреді. Бұл generalда, specialда емес. Special ол кәдімгі не болады, special дегеніміз. Special дегеніміз, білесіздер ғой, жаңағы where, who, why деген болса, проблем жоқ, сол кезде олар жүретін еді. If пен whether бұл жерде жүрмейтін еді. Енді байқап отырсың, мына жерде көріп тұр ғой не болатынын. Қарайсың, сөйтіп билейсің. Ал біздің кейбір асығыс апайларымыз, асығыс ағайларымыз барады да би жауабын билеп қояды. Білмеймін, неге асығыс екен, қайда асығыс болып жүргенін түсінбедім мен. Асыға береді әйтеуір. Так, сонымен төрт түсінікті ғой, whether деген if-тің орнын басып тұр. If I could come the next day. Жақсы ма? Келесі 5-ші сұрақта. If that blah 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 a new car went to the seaside by car next summer. Түсінікті ғой не болатыны? Дұрыс па? Енді мынау by деп әдемі келіп тұр, варианты, бірақ мына жерде by деп қайттан берген, сөйлемнің мағынасы жоғалады. Сосын if-тан кейін біз ешқашан will-ді қоймаймыз. Және де that деген жекеше түрі болғандықтан біз етістің соңында s қою керек. Сөйтеміз де біз C жауабын береміз. If that buys a new car, we will go to the seaside by car next summer. Бұл бізде кім екен? Бұл әрине first conditional екен. Conditional бірінші түрі. Ал, құтты болсын. 5-ші сұрақ біттік. Ал енді 6-ші сұраққа көшетін болсақ, when you go abroad, very attentive. Былай қарасаң, түк те қиын сұрақ емес. Бірақ біздікілер тағы да бұл не істейді? Неше түрлі нәрсеге салады ғой. Had to be болса не болады, must болса болады не болады, are болса не болады деген сияқты. Неше түрлі вариантқа салады. Бұның аудармасына қарай саласың болды. Яғни шетелге барған кезде мұқият бол дейді, болды. Қандай бол? Мұқият бол. Болу. Be ғой, болды ғой. Be very attentive. Ол жерде сенің өткен шақ сұрап тұрған жоқ, when you went деп тұрған жоқ, had to be дегенді белгілеу үшін да, мысалға. Жарайды, must деген сәйкес келетін шығар, бірақ must-тың жанында be тұру керек қой. Must be very attentive болу керек. Неге? Өйткені must өзінен кейін етістік талап етеді. Must go деген сияқты. Шын, be дегенде етістік қой бізде. Must sleep, must buy, must eat, must drink деген сияқты. Ал must very attentive деген жоқ, must be very attentive деген бар. Ал 7-ші сұраққа көшетін болсақ. 7-ші сұрақта this room every day. Every day деген сөзге қарап, сіз бірден бұның present simple екенін түсінесіз. Иә? Present simple қайталамалы every деген сөз, және де present simple'ның кілт сөз екенін білесіз. Енді сөйтесіз да, бұның present simple екенін ескере отыра, сіз A жауабын беремейсіз ғой. Is clean деген беремейсіз. Өйткені ол бізде present continuous. Жақсы. Was clean деген беремейсің. Өткен шақ екенін түсініп тұрсың. Енді қарайсында, так, бима дима ойланамыз. Бірақ бізде қазір уақыт жоқ көп ойлануға. Уақыт өте аз қалды бізде. Сол себеп не істейсің? Room жансыз. Мына жерде адам тұрған жоқ. Аяжан, Нұрлыбек деп тұрған жоқ мына жерде. Адам жоқ. Яғни адам болмағандықтан бұл бізде passive voice. Сөйтесің де B жауабын бересің. Is cleaned. Себебі бұл бөлме өзіне өзі тазаланбайды ғой. Бөлме біреу тазалау керек. Яғни бөлме күн сайын тазаланады. Вот қазақшасы. Түсіндіңіздер ма? Ал егер ана жерде my sister деп тұрса, проблем жоқ еді. My sister cleans this room every day болады ол кезде. Осындай кішігірім моменттерден қателесіп кетпеңіздер. Осының өзі сізге плюс 1 балл. Ал кеттік ал 8-ші сұраққа. Сонымен 8-ші сұрақ. Choose the right answer. Day деген, енді кез келген, білесіздер, мерекеге day деген сөз жалғанса не қоятын едіңіздер? Менен жақсы білесіздер ғой. Негізі 10 жалғайтын ек. Бірақ мына жерде бізде 10 наурыздай, at наурыздай деген сияқты preposition сұрап тұрған жоқ. Бізден бұл жерде артикль сұрап тұр. Енді қарайсында, наурыздай деген бұл мерекенің аты. Так, мерекенің аты болғаннан кейін мен мына жерге the қойсам қалай болады деп, мысалы, айым жазып жіберіпті. Молодец айым. Айым бізде қазір бүкіл Қазақстан бойынша
бүкіл Қазақстан бойынша ағылшын таңдаған оқушылардың нағыз реальный сұрағын жауабын деп айтайыншы, реальный жауабын айтып берді бізге. Реальный жауап айтып берді. Айым болмаған кезде қазір бәріңіз неме отыратын едіңіздер. Айымға рахмет. Бірақ та бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Не қоясың? Ештеңе қоймайсың. Ештеңе болмайсың. Наурыз Day celebrated on the 22nd of March болды. Ол бізде ондай нәрсе жоқ қой. Ненің мереке атауларының алдына the артикль қою керек деген нәрсе. Мен айттым ба мен өмірімде? Өмірімде айттым ба мен? Дәлелдеп беріңіздерші маған. Мен айтқан емеспін өмірімде оны. Осы уақытқа шейін айтқан емеспін. 25-ші жылға шейін айтқан емеспін. 2014-тен бері айтып жүрмін ба? Айтып жүріп одан кейін айтқан емеспін мен. Сол себепті менен көрмеңіздер. Наурыз Day, Christmas Day, Halloween Day дейсің ба? Қандай любой day ештеңе жалғамайсың. Просто өзі тұрады. Яқшы ма? Так, яқшы. Жақсы. Айымға бір снекер жайып беріңіздер. Так, енді 9-ға көштік ал. Great Britain and Ireland are by the Irish Sea дейді. Енді мынаны бізде география, ағылшын география таңдағандар бұны енді точно біледі. Солар қарайды да, ой, ағайын, не адам ақымаққа отырсың ба дейді да, қазір барады да маған спокойно барып си жауабын беріп жүреді. Айттым ғой, беріп жүреді. Бірақ айым бізде ағылшын тарих таңдаған, бірақ бұның алдында гео таңдаған ба бір нәрсе, иә? Айымдікі сондай деймін. Географияны жақсы біледі. Separated деп айтады. Неге? Separate деген мағынасы бөлу деген сөз. Яғни бөліп жатыр. Ұлыбритания Ирландияны Irish Sea бөліп жатыр. Неге? Connect бұл байланыстыру. Nokia деген білесіздер ғой, иә? Nokia, connecting people. Байланысу, байланыстыру дегенді білдіреді. Асықпай жаза берейінші. Қайқасып отырық. Так, одан кейін accompany деген бізде бұл нені білдіреді? Бірге алып жүру. Бірге алып жүру. Accompany деген кезде бірден қыздар еске түсіріңіздер. Қыздар WC-ға баратыр. WC-ға баратқан кезде қыздар міндетті түрде қасына біреуді ертіп кетеді. Келесі United деген білесіздер, бірігу. United States of America. Так, сонымен ары қарай көшеміз. Ал енді 10. Choose the right answer. I better start saving some money each month for my retirement дейді. Енді мына жерде бізде сұрақ туындайды. Так, бізде had better деген бар, және де would better деген бар. B да, A да бізде бар. Дұрыс па? Енді біз не істейміз? Ойланамыз. Так, екі жауапты бізде дұрыс. Ал енді екеуі де кепті. Не істеймін? Апелляция беремін ба? Жоқ. Апелляция бере алмаймын. Себебі екеуінің өзінің қолдану аясы бар. Түсіндіремін қазір. Бүйтіп тұрыңызшы, each month for my retirement деп тұр да. Менің пенсияма деп тұр ғой. Зейнетім үшін әр ай сайын ақша жинап отқаным дұрыс болар еді деп тұр ғой. Түсіндіңіз ба? Дұрыс болар деп тұр. Енді осы жерде ойланамыз. Would better деген дұрыс бола ма, әлде had better деген дұрыс бола ма? Енді жинаған дұрыс болар еді деп тұр ғой бізде. Осы жерде бұл не қылып тұр? Былай айтқанда, қалай айтса болады? Қалай айтса болады? Бір андай өзіне бір мақсат қылып тұр ғой бұл. Сондай істеген дұрыс болар еді ғой деген сияқты қылып тұр ғой бұл жерде. Енді осы жерде біз қайтеміз. Қандай бұның несі бар? Айырмашылығы бар. Айырмашылығы мына жерде ғана. Яғни had better дегеніміз бұл бір жақсы идеяға кеңес берген кезде немесе ұсыныс жасаған кезде болады. Яғни бұл should-ке ұқсайды. Түсіндіңіз ба? Should-ке ұқсайды. Ал would better деген кесе, онда ол сенің жеке өзіңнің бір нең. Жеке өзіңнің бір пайымың деп айтсам қалай болады? Жеке өзіңнің бір пайымың. Түсіндіңіздер ма? Бүйтіп түсіндірейін сіздерге қазір. Былай түсіндірейін. Had better, бүйтіп айтайын, had better. Бұл арнайы. Specific. Specific. Түсіндіңіздер ма? Ал енді would better болса, бұл бізде personal.
Осыны кезінде біраз не істеп едім ше. Біраз зерттеп едім осы мәселені. Сонда қараңыз. Бұл былай айтқанда қалай айтса болады. Would better деген нәрсе негізі кейін туындаған нәрсе ғой. Иә, мен қысқаша қайырайын сіздерге. Бастарыңыз қатырмай ақ қойын, былай айтайыншы сіздерге. Ең дұрыс вариант былай айтайын. Негізі would better деген жоқ. Біліп жүріңіздер осыны. Кәдімгі арнайы, мынау ағылшын тілінің грамматикасында мына would better деген бар, бұны мына жерде қолданасың деген нәрсе вообще жоқ. Ноль ол нәрсе. Бізде тек қана had better деген нәрсе бар, болды. Would better деген нәрсе жоқ. Would better деген нәрсе ол просто неден шыққан. Анау, мысалға, орысша б деген бар ғой. Мен былай істесем мынандай болатын еді деген сияқты болады ғой. Сол мағынада қолданасың тек қана оны. Просто соның жағына мына сөйлемге бір андай бір бояу беру үшін қолданған ғой better деген сөзді. Түсіндіңіз ба? Мысалға бүйтеді ғой. Так, так, мысалға. I would go there if I were you. Егер мен сенің орнында болсам, мен сол жерге баратын едім ғой деген сияқты бір сондай болады ғой, иә. Сол кезде қолдануға да I would better go there деген сияқты. Мен сол жаққа барғаным дұрыс болатын еді ғой деген сияқты ғой. Түсінесіз ба? Сол себепті осындай бір вариант келеді ғой. Had better, would better келген кезде had better деген белгілеп жүріңіздер болды. Would better ол кейін пайда болған нәрсе, және де ол сізді шатастыру үшін пайда болған нәрсе. Түсіндіңіз ба? Осылай миыңызды ашпай ақ қойын. Просто қазір мен бұны түсіндіретін болсам, мына personal дегеніміз, специфик дегеніміз, оған бір эфир кетіп қалады оған. Яқшы ма? Мен сол шатастырып, былтырда нағыз ұбытта шатастырған балалардың сұрақтарын осы жерге сіздерге қосып қоя салдым. Не істесін деп, үлгі болсын деп. Яқшы ма? Ал келесіне көше берейік. Choose the sentence with an uncountable noun дейді. Саналмайтын зат есіммен тұрған сөйлем тап деп тұр бізге. Міне, man саналады. Келесі hospital саналады. Не мынау you ма не саналады. Не саналмайды бұл жерде? Бұл жерде music саналмайды. Неге? Өйткені біз musics деп айта алмаймыз. S шалғанбайды соңына. Music бізде uncountable noun. Сол себепті music by белгісін болды. Бұны түсіндірмей ақ қойын енді. Uncountable дегеніміз не, countable дегеніміз не деп. Сіздер енді 10-ші класс бітіріп жатсыздар ғой енді. Құдай қаласа. Универге барайын жатсыздар. Ұятты енді бұны түсіндіріп берсем сіздерге. Ал 12 көшейік. Ал choose the correct variant. Janet was out of breath because. Енді қараңыздар. Janet не істеді? Ентігіп тұр дейді. Janet ентігіп тұр. Тем более мына жерде қараңыз, was деген тұр ғой, міне. Was. Осы жерде сізге көмекке миыңызға SOT келеді. Қазақшасы не еді оның? ШХЕ. Шақтардың қиылысу ережесі сізге көмек келеді. Скорыймен келеді. Миыңа келеді, айтады, айналайын, қара мына жерде was тұр. Өткен шақ тұр ма? Онда міндет түрде өткен шақтың туысқаны тұру керек ана жерде деп сіздің миыңызға сигнал береді. Сөйтесің да сен қарайсың да, болыпты дейсің да, жауап бере бересің, болды. She had been running. Past simple мына жерде, ана жерде past perfect continuous. Болды ғой? Past simple, past па? Past perfect continuous past па? Болды. Туысқан ба? Туысқан. Бітті, билеп жүріңіз. Арғай, не істемеңіз, миыңызға қашпаңыз. Since тұрса екен, проблем жоқ. Since тұрған кезде проблем жоқ. She has been running деген билейтінік. Или for деген сөз тұрған кезде бар ғой. Since немесе for тұрса, мен ана was дегенге қарамастан, мен present perfect'ті белгілейтін ем. Present perfect'ті или present perfect continuous'ті. Не үшін? Since мен for'ның құрметі үшін белгілейтін ем. Түсіндіңіз ба? Ал енді 13-ке көшейік. 13-те отау иесі дейді. Бірақ қазір ешкім отаудың иесі емес 13-те. Сөйтеміз да, оған қараймыз да. To the dean before I went home дейді. Енді спокойно тағы да қараймыз. Так, went тұр. Past simple ма? Past simple. Қайтадан шықайы мигалкасын жазып келеді сізге. Сосын тағы да миыңыздың мына жағынан екінші мигалкамен келеді. Пожарный келеді, айтады. Айналайын дейді. Before деген сөз тұр ғой дейді саған. Before деген сөзді көрдің ба, сенің көзің бір шақтан басқаны көрмеуің керек. Кімді? Had spoken'ды. Неге? Past perfect'тің родная кілт сөзі ол болды. Басқасына көзің тікпейсің, болды. Осыған байланып қаласың. Көзіңді осыған байлап қоясың, болды. Түсіндік па? Before'ны көрдің 100%, 100.
100% билейсің past perfect'ті болды. Ойланбай ақ қой басқа нәрсені. Ары қарай көрейік ал. Енді міне бағана айтқаным айдай келді. Міне since деген сөз тұр мына іште. Енді since-тан кейін started тұр, past simple тұр. Енді осы жерде мен ге бағынбаймын. Шақтардың қиылысу ережесіне мен енді вообще бағынбаймын. Мен мына жерде trusted дегенді де белгілемеймін, мен мынаны да белгілемеймін. Сөйтемін де мен be жауабын белгілеймін. Has trusted. Present perfect қой бұл. Легендарный. Present perfect белгілеймін. Неге? Себебі since сол present perfect'тің signal word'ы болды. Ол ешқашан сатпайды present perfect'ті. Ешқашан сатпайды. Сөйлемнің мына бетінде өткен шақ тұрса тұра берсін. Past simple тұра ма мына бетте, past perfect тұра ма, оған бәрібір. Оған бәрібір. Бәрібір оған. Since сатпайды present perfect'ті. Біліп жүріңіздер осы нәрсені. Сосын тем более ортасында келсе, мен түсіндіріп жүрдім ғой сіздерге баяғыдан, ортасында келсе, бұның құдіреті сөйлемнің алғашқы бөлігіне ғана жүреді де, одан кейін бұның құдіреті жүрмейді. Одан кейін оның сөз жүрмейді. Бұрын оның алдын дейін жүреді сөзі, кейін оның сөзі жүрмейді. Ал 15-ке көшейік. 15 дейді, choose the right variant, it's high time with the report for consideration дейді. Енді мына жерде қарайсың да, вообще бір не жоқ қой, бір андай шақтарға салайын десең, бір кілт сөз жоқ қой мына іште, құдайым ай, вообще жоқ қой, ноль ғой, ноль. Сөйтесің да қарайсың, would submit десем қалай болады дейсің. Бірақ мына жерде condition жоқ, жарайды, сызып тастаймын дейсің. Сосын ойланасың да, have submitted болса не болады дейсің. Сөйтіп қарайсың да, бірақ since for this morning деген сияқты бір кілт сөз жоқ. Жарайды дейсің, онда сыза салайын дейсің. Сөйтіп ойланып отырасың да, had submitted болса қалай болады дейсің. Сосын қарайсың да, before деген сөз жоқ қой дейсің да. Сөйтіп, құдайым ай, осы үйреніп қалған past simple билей саламын дейсің болды. Яғни бұл жердегі шығатын мәселе не? Сіз сөйлемнің ішінде кілт сөзді көрмейсіз ба? Кілт сөз деген бізге сол үшін берілген, профессорлар. Кілт сөзді көрмейсің ба? Онда simple-ға бағана берсе болды. Simple-ға жібер болды. Future simple-ға жібер, past simple-ға жібер, present simple-ға жібер болды. Өйткені олардың бір арнайы кілт сөз жоқ қой. Мынандай сөз болған кезде мынау болады деген нәрсе жоқ қой, білесіздер ғой, Ал мынау perfect continuous дегендер олар кәдімгідей бағынып қалған ғой. Кілт сөзге. Байланып қалған ба айтқанда. Түсіндік па? 15-тің қулығы сол. Сондай қулық сұрақтар болған кезде алданып қалмаңыздар. Бүгінгі нұсқауларға кіргендер бақыттысыздар сіздер. Және молодецсіздер. Қанша білім жинадыңыздар. Смело плюс 5 балл ғана осы құдай қаласа. Ал келесі көжейік. Тағы да кеп тұр, ал міне. Менен жақсы білесіздер уже міне. Since кеп тұр. Міне мен айтқаным айда келді ма? Міне past simple кеп тұр. Мына жерде өткен шақ. Сөйтемін да мен не істеймін? Be жауабын береймін. Have answered. Не үшін? Since-тің құрметі үшін. Present perfect. Дәл сол сұрақ кеп тұр. Ал келесіне көрейік. The police want. Енді сіз білесіз. Want дегеннен кейін біз to-ді қоямыз. Үнемі. Want to-сіз жүре алмайды. Сол себепті мен A-ді да C-ті сызып тастаймын. Енді қараймын да, екі сөз тұр. Қалай болады екен? The police want to be reported anything suspicious бола ма? The police want us to report anything suspicious бола ма? Мен бұны барамды дей жауабын берейін. Неге? Себебі осы жерде сіздің жүрегіңіз complex object деп соғады ғой осы жерде. Қайта. Complex object дегеніміз күрделі не еді? Толықтауыштық. Күрделі толықтауыштың формасы қандай еді? VOV тұғын. Verb, object, verb. Міне verb, міне мынау objective pronoun, міне verb. Формула шықты ма? Шықты. Болды. Осылай істейсің. Сонда сұрақ туындайды. Ағай, жарайды, оны түсіндік. Ондан басқа кімдер десеңіздер, проблема жоқ. Мен бүгін жомарттығын пайдаланып қалыңыздар. Expect тұрады. Expect оның орнында. Немесе оның орнында believe тұрады. Болды. Осы үшеуі айналып келе береді сізге. Қайта келе береді. Немесе would like келеді арасында. Would like өзінің тірі екенін, бар екенін білдіріп қояды дейсіз. Мен бармын, мен ұмытып кетпеңдер деп. Осы төртеу айналып жүре береді ғой. Болды. Ал енді келесі.
Choose the right variant he always feels when he comes to his native town дейді. Енді мынау бізде былай ойлап қалмаңыздар. Неге беретін сұрақ деп. Апелляцияға беретін сұрақ деп ойлап қалмаңыздар. Мен кешегі тест алдыңғы осы нұсқа талдауда мен осыны айтуды ұмытып кетіппін да сіздерге. Есіме шығып кетті. Біліп жүріңіздер. Жалпы feel'дан кейін біз adjective қоямыз. Енді қараңыздар. Осы уақытқа дейін біз былай деп келдік қой, кез келген етістік және етістіктен кейін бір сөз келсе, ол adverb болады деп келдік қой осы уақытқа шейін. Adverb болады. Яғни мысалға drive, көлік жүргізу, carefully, sleep, мысалға sleep perfectly, немесе run quickly деген сияқты осылай келдік қой. Бірақ енді feelға келген кезде біз просто снесім өзін билей береміз. Happy. He always feels happy. He always feels good. He always feels bad деген сияқты. Мен алдыңғы жолы бұны көріп қайтадан білім жаңарттым. Мен алдыңғы тестте ұмытып кеткен осы нәрсені. Енді қазір ескертіп тұрмын сіздерге. Сонда қарайсың, feel мен келеді ғой, adverb пен adjective осылай тура осылай келеді ғой, сол кезде adjective билейсің. Feel болған кезде. Түсіндіңіздер ма? Feel болған кезде үнемі осылай жүреді. Осы жаттап алыңыздар. Осы сіздерге бүгінгі жаңалық. Ал енді 19-ға көшейік. I will come tomorrow and finish the work the worker said to me. Енді will'дің орнына бұл reported speech болған кезде would тұратынды сіз білесіз. Would тұратынды білеміз. Дұрыс па? Would тұрады. Енді tomorrow дегенде өзгереді ғой бізде. Tomorrow деген не болады? The next day, немесе the following day деген сияқты болады ғой, осыларға қарай саласың, болды. Біріншіге қарайсың, tomorrow тұр екен, бопты белгілемейсің. Екінші қарайсың, will тұр екен, давай дейсің оғанда. Үшінші қарайсың, will тұр екен, давай дейсің да. Дежаван белейсің, болды. Міне would тұр, next day тұр, would тұр. Ал болды. Дым да қиын емес. Report speech деген ең оңай тақырып. Және де ең сүйкімді тақырып ол. Ал өйтіп 20-ға да келіп қаппыз ғой. 20-шы вариант. One more minute. Бір минут. Рекламный пауза бітті. Так, кеттік, келесі 20-шы сұрақ. At the general's funeral дейді. We would never forget our commandant. Мына жерде енді сіздің irregular verbsті қаншалық деңгейде білетініңізді шешеді ғой мына жерде. Сосын сіз қарайсың да, swore дейсің ғой. Жауабын беріп жүресің. Өйткені бұл ант беру деген сөз. Swear деген отыр ғой, swear осының өткен шағы. Неге өткен шақ қойдым? Өйткені жерде would тұр. Would тұрғандықтан қойдым. Егер will тұрған кезде мен swear қоя салатынмын. Осы үшін ғана қойдым. Ал 21-ге көшеміз. My sister speaks English дейді. Жарайды. So do I. Мен де. Етсіз тұрғандан do қойдым. Егер мына жерде my sister is an English speaker болған кезде so am I да қоятын. Неге? Өйткені ол жерде to be болғандықтан. Яғни is are деп келе ма, сонда so am I деймін. Ал етсіз келе ма, онда so do I деймін. Еске түсіп отыр ғой, болды. 22-ге көшейік. Choose the correct word the mother gave her son to spend at his discretion дейді. Енді shilling деген сөз біздің тілмен айтқанда тиын ғой. Тиын берді деп тұр. Койын ғой айтқанда, койын. Сіздер білесіздер, тиындар, жалпы койындар саналады ғой. Сол себепті біз жерге a shilling қоямыз. Койын саналады. Сол себепті қойып тұр. Окей ма? Any shilling да емес, the shilling да емес, просто a shilling болды. 23-те my classmate is lazy student in my class дейді. Енді сіздер мынаған қарайсыздар. Біздің сабақта бұл бар еді. Lazy дегеніміз бізде жағымсыз сөз ғой. Жағымсыз сөз. Жағымсыз сөзге мен quiet дегенді мен айтпаймын. Қосамаймын оның жағына, жағымсызға. Quite good деп айтуым керекпін мен, Quite, мысалы, quite warm, не бар тағы да,
quite happy деген сияқты мен сондай жағымды сөздермен айту керекпін quite дегенді. Келесі pretty bad деп айтпайды ғой. Pretty good дейді. I feel myself pretty good дейді. Бұл да жақсы нәрсеге қолданады. Жақсы, жағымды сөздерге қолданады. Positive wordsқа. Сол сияқты fairly дегенде сондай. Fairly bad деген сөз жоқ, fairly good дедіміз. Ал сонда rather деген сөз бар. Rather lazy, rather bad. Не бар тағы да? Rather ugly кете береді ары қарай. Rather rude деген сияқты. Осылай жүре береміз. Сол себепті абайлаңыздар. Жазып алыңыздар сіздер. Quiet, pretty, fairly бұл жағымдыға қолданады. Жағымды. Түсіндіңіздер ма? Positive words дей салайыншы. Positive дей салайын. Ал 23 бітті. Енді келесі кезекте 24, 25 сосын Queen Victoriaға барамыз, марқұм. Так, 24-те сонымен the football game had been due to rain дейді. Жаңбырға байланысты не болды футбол ойыны? Әрине, кейінге қалдырылды, бас тартылды жаңбырға байланысты. Kept дегеніміз келмейді бұл жерде. Жалғасты деп айту үшін сол жалғасты дегенге байланысты бір сөз болу керек еді. Яғни жаңбырға қарамастан деген сияқты сөз болу керек еді. Сол кезде біз белгілеуге болған едік. Ал 25-те fill in the gaps with the correct variant. The geographic position of North America. Қараңыздар. In the early days of the European settlement. Мына жерде in деген сөздің де өзі біраз нәрсені шешейін деп тұр ғой. Сөйтеміз де қараймыз біз. Isolating it as it late. Мына жердің өзі дұрыс емес. It as it late деген вообще не в тему. Сосын isolating it between the Atlantic and Pacific Ocean as it was late in деген қалай болады екен ол? Тем более қате жазғанын көрдіңіз ба late дегенді. Бұны сызып тастаймын. Енді менде екі вариант қалды. Having isolated the Atlantic and Pacific Oceans немесе lying between Atlantic and Pacific Oceans isolated it in the early days of the European settlement. Дей отыра, мен қай жауапты беремін? 25-те. 25 теңге болса қалтаңда дейді. Не дейсіздер ал? Би ма, си ма? Си. Так, былай қарасақ, си дұрыс келіп тұр, Having isolated дегеніміз бізде бұл бұрында бар дүние, яғни біз оны perfect participle'ның құрамына кіргізіп, осыны қойымызға болады. Having isolated the Atlantic and Pacific Oceans деп. Бірақ мен in дегенді назарға ала отыра, нені берейін? Би жауабын берейін. Lying between the Atlantic and Pacific Oceans isolated it in the деп айтамын. Күрделі сөйлем болады бұл сөйтіп. Түсіндіңіздер ма? Бұл бір мәтіндегі сөйлемнің арасынан алып бере салған сөйлемім ғой. Айтқанда. Бір мәтіннен алып бере салған. Сол себепті осындай жерге алданбаймыз. Having isolated болу үшін бұл мына жақтан басталу керек еді. Сөйлемнің басынан басталу керек еді. Сол кезде дұрыс жауап болатын еді. Әдейі берілген сіздерге having isolated деген шатастыру үшін. Ал енді Queen Victoria. Сіздер сөйлейсіздер Queen Victoria байланысты. Жақсылап оқыған шығарсыздар. Victoria молодец бар ғой. Ағылшын болса да 9 қосақ көтерген. Мықты, иә? Кет 26. At what age did Victoria get married? Қай жасында тұрмысқа шықты? 26. 21-де жақсы, 21-де шығыпты, молодец, жақсы санапсыздар. What is a similar word to take on? Take on дегенге similar не керек? Яғни ол не істеді? Ана жауапкершілікті алды деп келді ғой, иә? Сонда бұның дұрыс жауабы би болды ғой, иә? Engage. Take out деген вообще бұл не в тему болады. Confront деген наоборот қарсылас болады. Support деген қолдау. Ал енді 28 қалып кеткен сөз тап дейді. Екінші абзацтағы. Қалып кеткен сөз тап. Қараймыз. Таптық. Енді көріңіз. Қараймыз да бүйтетіне. Үтір тұр мына жерде көрдіңіз ба? Үтір тұр. She seemed to need advice and support of an almost paternal nature дейді. Осы сөйлемді белгілеу үшін біз сөйлемнің бас жағына қараймыз да, анау алдыңғы сөйлемге қараймыз да. A determination to have her own way and streak of obstinacy in her makeup.
дегенді назарға ала отыра, біз бұл жерде at the same time, сонымен қатар деген жауап беріп жүреміз. Неге? Неге? Оны белгілейміз. However деген белгілеуім үшін бұл сөйлем алдыңғы сөйлемге қарсы шығу керек. Түсіндіңіз ба? Жарайды, мен білемін сіздердің however деген сөзден кейін үтір болу керек деген білімдеріңіз бар екенін білемін. However дегеннен кейін үтір болу керек деген қағидаңыз бар екенін білемін, иә. Бірақ ол бола алмайды. Бұл жерде at the same time болады. Не үшін екен түсіндіңіздер ғой, иә? Қарсы шықпағаны үшін. Алдыңғы сөйлемге қарсы шықпаса, менің оны белгілеуге ешқандай құқығым жоқ. Ешқандай құқығым жоқ. Түсіндіңіздер ғой? Так, жақсы. Ары қарай көшейін 29-ға. 29-да не дейді? Why were Victoria's children died according to the text? Неге оның балалары қайтыс болды? Не болды ғой? Неге қайтыс болды? Curse дегеніміз бізде бұл мынау curse дегенімізше қарғыс деген білдіреді. Қазақша. Қарғыс деген білдіреді. Plague дегеніміз оба ауруы. Кезінде қатты болды ғой оба ауруы. Illness, long illness, ұзақ ауру. Ал D варианты doesn't say in the text. Айтылмай тұр дейді. Сонымен дұрыс жауабы D болды ма? Мәтінде жоқ, бұл жайында жауап. Ал енді 30-ға қарайтын болсақ, what is the best title for paragraph 3? Үшінші абзацқа. Үшінші абзацқа көрдіңіздер ғой, иә? Үшінші абзацта Викторияның тек қайғы сұрап айтқан. Баласы өлді, мынандай өлді, мынандай күйеуі өлді деген сияқты сол қайғылар жайында. Сөйтеміз де біз 30-ға B жауап береміз. Victoria's sorrows деген жауап береді екенбіз. Осылай жүреді. Так, кеттік онда. 30-ға шейін біттік. 30-ға дейін өздеріңіз санап аласыздар қанша дұрыс жауап болған. Енді 31-ге көшеміз. Сәйкестендіру, matching questions. She will take drawing class or dance class. Мына жерде енді or деген сөзді мен қараймын да, either деген белгілеймін. Болымды да жүреді екен, болымды да жүреді, және де оның either болу үшін міндетті түрде сөйлем ішінде or болу керек. Иә. Келесі, cars weren't parked on sides of the road. Көрдіңіз ба? Sides деп көше тұр ма? Онда both sides of the road. Яғни екі жағына да қойылған жоқ. All sides деге келмейді. All sides деу үшін жолдың қыры көп емес қой, барлық жағы болмайды ғой. Жол екі жағы болады, мына жақ, оң жағы, сол жағы болады. Сол себептен both sides болады. Алдап қалмаңыздар. Ал енді 32-ші сұрақ. Correct answers. Focus on time. Ал уақытқа фокус қойған жер қайсысы екен? Мынаны ауыстырайыншы. Уақытқа фокус қойған жер. Ол бізде қайсысы? Мынау тұр, иә? That was a day when I met her for the first time. Уақыт. Ал focus on things. Бұл былтыр келген сұрақ. Нағыз бұтта. Затқа фокус қойған, ол не болды бізде? Boots туралы. These are the boots that I bought yesterday. Аяқ киімге thing. Зат қой аяқ киім. Соған не қойып фокус қойып тұр. Қалған мынау. Мына жерде фотоға фокус қою үшін оған не істеу керек еді? Фотоны бір сипаттау керек еді. Значит, просто with whom I went on holiday, просто мен барған фотом ғой деп тұр әшейін. Мына жерде place, бұл жерде мекен екен түсінікті. Ал енді мынаған префикс қой дейді. Interpretation, defatigable. Interpretation деген бұл miss болады. Misinterpretation. Defatigable бұл бізде in болады. Indefatigable. Жаттап алыңыздар. Күрделі префикстардың қатарына кіреді бұлар. Күрделі префикстардың қатарына кіреді. Ал енді 34-те bare infinitive used after. Bare infinitive деген сөз етістің құры өзі. Мысалға, go ма go. Алдында to жоқ, артында ing жоқ деген сөз. Соларды қолданасын қайсылардан кейін дейді. Қайсылардан кейін? Make like would-тан кейін would like expect, see like enjoy, believe, prefer, hate, love дейді. Қарап отырып біз қай жауап береміз? B жауап, бірінші жауап береміз. A бізде бір болады. Make me go, let me go, would go. Иә? Ал келесі нәрседе қараңыз, ing да және to infinity қолданады деп тұр. Ing де to да қолданады. Бұл бізде кімдер? Бұл бізде prefer, hate және love. Prefer going немесе prefer to go, hate to go, hate going, love to go, love going. Екеуі жүре береді. Ал төбесін не айтпадым десеңіз, төбесін айтпаған себебім like-та enjoy-дан кейін біз ing қоямыз, тек қана believe-тен кейін біз to қоямыз.
сол себепті. Ал 35-ке көшедік. 35-ке көшеміз. 35. She is studying for her exams. She also wants to go to the party. Енді қарайық. Ол емтиханға дайындалып жатыр. Үтір. Сосын she also wants to go to the party. Тағы ол не істегісі келіп тұр дейді? Патиға барғысы келіп тұр дейді. Бұған не дедіңіздер? Бұған не дедіңіздер? Көріп жүрсіз. But деді. Иә. But па? But she also wants to go to the party ма? Бірақ ол тағы да патиға барғысы келіп тұр. Now also деген сөз үшін қараңыздар. Also деген сөз үшін ғана мен батты қоямын мына жерге. Егер also деген болмаған кезде мен зөу қоятын едім. Неге? Яғни патиға барғысы келіп тұрса да, ол емтиханға дайындалып жатыр болады. Түсіндіңіз ба? Also деген сөздің құрметі үшін ғана. Сол себепті мен оны белгілемеймін. Ары қарай айта беріңіздер. Ары қарай көшетін болсақ. Mary went to the supermarket. Mary went to the supermarket, bought oranges. Енді қалай болады? Енді бұл жерде просто and болады. Mary супермаркетке барды және оранж сатып алды. Апельсин сатып алды. Болды. Бұл жерде бір ет қоям, зөу қоям деп әуремей қойыңыздар. Ешқандай ондай не жоқ үште. Тауыпсыздар ғой, молодец, жақсы. Бопты. Ал біттік сәйкестендір. Енді көп жауаптыққа кештік. They are not as good as science fiction дейді. Енді қарап отырып, мына жерде үтірге де қарап отырып, біз не істейміз? Бірден however'ді белгілейміз ғой. However, енді сосын екінші кімді белгілеймін? Екінші nevertheless'ті белгілеймін. Себебі қалғандары сәйкес келмейді. Тем более сөйлемнің басында тұра алады however, nevertheless, және де олардан кейін үтір тұра алады. Сол себепті мен істеймін бұл жерге осы жауаптарды белгілейді. Ал 37-те my grandson there alone. I don't let my grandson go there alone. Дұрыс. I made going, made деген ing тұрмайды. Made go болады. I made my grandson go there alone. Won't let to go жоқ. Let деген to тұрмайды. I let my grandson go тұрады. Didn't want going жоқ. Want деген to тұрады. Сонда дұрыс жауаптары A, C және де E жауаптары болады. Так, кеттік ары қарай. 38, 39, 40. Бітіп қаппыз ғой уже әнеміне дегенше. Correct sentence дейді. Ал, who use watching TV? Нектему, сызып Parents are used to check. Әдемі келатқан, бірақ та мына жерде are деген тұрғаны үшін мен наған ing қоюым керек еді ғой. Бірақ мына жерде жоқ, ондай болса бұл дұрыс емес. Келесі, do you use to? Ешқашан used to doмен жасалмайды, didпен жасалынады. Келесі, we didn't used to play computer games. Әдемі. Міне, didn't used to play әдемі кеп тұр. Өте дұрыс. Келесі, did they used to play әдемі кеп тұр. Сұрақ қойған кезде не істеймін? Use'ден кейін дыны қоймаймын. Сөздің өзін қойып жүремін, нәше did қалады. I'm used to going for fishing. Өте дұрыс. Яғни, to be, am is are used to болса, онда ing қоямын. Сонда дұрыс жауаптарым D жауабым, E жауабым, және де F жауаптарым болады екен. Ал 39-да a hotel we looked for somewhere to have dinner. Әдемі сұрақ. Having found болды. Perfect participle кеп тұр. Being found деген сөз жоқ. We will find a hotel. Looked деп. Нефтем оны іште. Past simple іште. Future болмайды. After finding болады. Тапқаннан кейін қонақ үйді әдемі кеп тұр. Before found деген қалай болады екен ол? Before'дан кейін ing көріп біз ғой.
Before finding a hotel болу керек еді. Finding a hotel, we looked for somewhere to have dinner. Finding a бұл да келмейді. Finding a hotel деген бұл қалай ол? Біртүрлі ол. Ал енді соңғы сұрақ, 40-шы сұрақ, әдемі бізге берілген conditional ғой. If you the last exam well your parents at an exclusive restaurant. If you pass it, the last exam well, your parents would organize a party at an exclusive restaurant. Келеді дұрыс. Second conditional. Әдемі келіп тұр. Келесі. Hadn't passed it. Егер сен дұрыс емтиханыңды тапсырмағаныңда деп тұр. Тапсырмағаныңда біз болар едік, сенің ата-аналарың эксклюзив ресторанда болар еді дейді. Тапсырса болады ғой, тапсырмаса болмайды ғой, иә? Жоқ. If you didn't pass. Егер сен емтиханды дұрыс тапсырмасаң, сенің ата-аналарың оны ерекше ресторанда атап өтпейді деп тұр. Иә, атап өтпейді ғой, дұрыс қой. Бұл бізде second conditional ғой, тағы да. Бірақ негатив формасы. Келесі, had passed деген бізде келмейді, өйткені мына жерде gone деп тұр. Gone'нан кейін мен to қойым керек еді. Мына жерде at тұр. Сол себепті осыған мән бересіздер, алданып қалмайсыздар. Так, әйтпесе дұрыс құралған third condition мен мощный келіп тұр. Had perfect, сосын would have perfect. Әдемі келіп тұр. Келесі, if you don't pass the last exam, well, your parents will organize a party. Тапсырмасаң ол пати ұйымдастырады деген нәрсе қисынға келмейді ғой, иә? Ал енді соңғысы if you pass, егер сен тапсырсаң, онда тойлайды эксклюзив ресторанда, тойлайды. Дұрыс келіп тұр. Сонда бұл не болады бізде? First conditional болады да, дұрыс жауаптарым A, C және де F жауаптары болады екен. Болды. Тамаша. Осылай. Енді есептейсіздер өздеріңіз қандай болған. Енді сұрақтарыңыз қоймаңыздар. Не сұрақ қойасыздар? Микрофондарыңыз қосыңыз да, сұрақтарыңызды ақырындап қойып алыңыздар. Кімде не бар? ағайын being found деген не үшін болмайды? Beingнан кейін етістен басқасын бәрі тұрады. Being a child, being 18, being in Kazakhstan, being a smart деген сияқты келеді да. Бірақ being found, being arrived, being gone деген болмайды. Ол having мен жүреді, perfect participle'да. Кеше яғни алдыңғы нұсқа талдауда beingнен кейін идмен келеді деген сияқты болған едіңіз. Сол кезде андай дұрыс болады деп ше? Болды, түсіндім. Айтқаныңызды түсіндім, иә. Түсіндім. Ол мына жағдайда ол. Егер де having болмаған жағдайда вариантта кейде береді, ұтуы бар ғой. Being found, сосын being finding, немесе being find деген сияқты сөйтіп. Клейң being береді ғой, having болмайды ғой. Вот сол кезде берейсіз, ол кезде амал жоқ берейсіз being found дегенді. Beingнан кейін класс бар сөйлейді. Ана жерде бұл кәдімгі қалай айтса болады, анық немен беріп тұр да іште. Кәдімгі having мен beingді қатар қойып, ал не істейсің ал деп беріп тұр да бізге. Сол кезде сен алданбайсың да. Жоқ, having тұрған жерде verb 3 тұру керек, being тұрған жерде verb 3 тұрмау керек негізі. Ойланасың да. Жоқ, мен being береймін, having берейін деп бересіз сол кезде. Дұрыс қойдыңыз сұрақты. Дұрыс қойдыңыз, әдемі қойдыңыз. Рахмет. Так, ары қарай. Үшінші сұрақты ашыңызшы. Үшінші сұрақ дейді. Ойбай. Ал аштым. Ди болды ғой дұрыс жауап. Қайталап өте аласыз ба, мен басына кірмеген. Алдыңғы нұсқа талдауда inbreathing болмайды дегенде, ошол не inbreathing болды? Жоқ, inbreathing болады. Ол постоянно болады inbreathing. Елді мекендердің бәріне ин қоямыз ғой біз. Ол жерде мен алдыңғы нұсқа талдауда the breathing болмайды деп айттым. Артикль болмайды деп айттым, иә.
мына жерде қоюым себебі айттым ғой жаңа трафик, яғни keeps деп тұр ма, keeps to the left, keeps to the right. Бұл қозғалыс жағдайында болғандықтан біз to қоямыз. Қозғалыссыз тұрған объектілерге оны қоямыз деп айттық. Міне сол жақта, оң жақта мысалға my school is on the left from my home деген сияқты, или болмаса his shop is on your left, on your right деген, сенің оң жағында, сенің сол жағында деген сияқты. Жылжымайтын заттарда оны қоямыз дедім да. Ал қозғалыста болған кезде осы именно keepпен келіп жатса, тем более keep to деп келеді. Keep to the left, keep to the right деп келеді. Сосын тағы да болды ма? Есептеңіздер. Жетіде Ау. қалай деп едіңіз? Жетіде. Жеті, жеті, жеті. Жетіде passive voice қой. This room is cleaned every day болды. Passive voice. Неге? Өйткені адам жоқ. Адамға қатысты бір бастауыш болғанда сөйлемнің ішінде, ол кезде active voice қылып кәдімгі ди жауабын беретін, cleans деп беретін. Жансая sister деген сияқты, иә. Жансая или жансаяның өзі болса деген сияқты. Или болса my friend деген болса, ол кезде cleans деп айтатын едік та. Сол болмағандығы үшін қойдық біз passive voice-ты. М. 28 мынау at the same time болды қайнап. At the same time деп айттық. In the same time деген болмайды, үште in the meantime деген сөз бар, in the same time деген сөз жоқ. However, nevertheless екеуі онсыз да синоним ғой мына жерде. Синоним болғандықтан да сіздер мән бермесеңіздер болады ол жерде a мен b-ға. Болды ма? Бар ма сұрақ тағы да? Осы кезде мәтіндерді дұрыс түсінбей қалсақ, Жоқ. қалай жауап беруге болады деген. Босқа болмайтын уайым жасап жатсыз басыңызға. Түсінбей қалсам деп айтпаңыз. Неге? Себебі сіздің вариантыңызда, тыңдаңыз, вариантыңызда міндетті түрде ол контекстің алгоритмі, сіздерге айтайын. Контекстің алгоритмі. Міндетті түрде контекст берген кезде екі вариантты синоним қылып береді сізге, екі вариантты. Міне мынау сияқты. However мен nevertheless деген сияқты беріп отырады. Именно қалып кеткен сөз дегенді берген кезде сізге. Себебі тест құрастырушы қалып кеткен сөзді берген кезде сәл андай балалардың табуына ыңғайлап беру керек қалып кеткен сөзді. Сол кезде осылай беріліп отырады сізге. Синонимдес сөздер, немесе мүлдем сәйкес келмейтін сөздер, мысалы in the same time деген сөз жоқ мысалға. In the meantime деген бар. In the meantime деген бірге қосып жазылады. Сондай сөз бар. Вот осындай моменттерге қарап талдап біліп аласыздар. Қарайсың да? Қорықпай қойыңыз сол себепті мәтіннен. Мәтін сізге ол шанс қой плюс 5 балл алуға. Мен бір андай сұмдық қиын мәтін кездестірмеппін қазіргі уақытқа дейін. Так. Болды ма әлде қоштасқым келмейді ма? Көптен күткен эфир тағы да. Рахмет кіргендеріңізге. Егер ұнаса, өздеріңіздің нелеріңіз беріп жіберіңіздер. Фидбэктеріңіз беріп жіберіңіздер. Шапалақ дейсіздер ма, мапалақ дейсіздер ма. Сосын ары қарай сол қуанған қалпыммен үйіме қайтайын. Мен үйге қайтам деп. Сау болыңыз ағай, рахмет. Әйтпесе бірінші үшінші күндері үй көрмей кетеміз ғой. Сондай болып тұрады. Так, болды ондай болса. Жақсы, рахмет сіздерге келгендеріңізге. See you next time, guys. See you after tomorrow.